короче тыңдаса ей короче түрмеде 3 мужик отырады ғой қатып алады ғой короче үшеуі тынып алады короче до талого сөйтеді ана бірінші айтады ғой мен фокус көрсетейін ба дейді ғой қандай дейді короче мына саусағымды короче кесемді форчикадан лақтырып жіберемін дейді ғой делай дейді короче пышақпен кесіп жібереді де короче форчикадан лақтырып жібереді ғой короче екіншісін короче көті ашып кетеді ғой не істерін білмейді да а мен короче иығымнан кесем де қолымды лақтырып жіберемін дейді да короче иығынан кеседі лақтырып жібереді ғой форчикадан қолын и ана үшіншісі қарап тұрып сендер бизнес шеттеріңнен сибалсы болып барасыңдар ғой. Короче, ребята, анекдот. Иду я как-то по степи, никого нету. Вижу камень большой, спотыкнулся, отхерачил. Смотрю, дальше иду, вижу, одна красотка стоит. Отхерачил. Иду дальше, и передо мной 2 накачанных мужика. Дальше что-то не помню. Ладно, давайте. Вот такой анекдот. Хороший анекдот, брат. Молодец, красавчик. Маңызды анекдот. Говорю. Нағып күліп в натуре. Қазір кесте отряд бұл бізге, содан кейін күліп жатырсың. Нақсы күле берсіңдер сендер де натуре. Қатайып опсыңдар бір нақсы. Стрелға келгенде күле бердіңдер бұл. Давай, короче, тасбақа туралы анекдот қой. Бір тасбақа, короче, бал жегісі келген ғой, мёдшы. Сөйткенде, короче, технично бар, бал жеп отқан ғой, короче, ішпейтепші. Тасбақа ғой, көрді. Депші. И ара көріп қойды ғой, короче, и ара тұрады. Да, ну, менің балымды жеп атыр, мен еңбектенем, бұл технично кеп жейт. Қой бұны шағып алайын деп, короче, алыстан тұрып, ұшып барады басынан. Шарт шағып алады ғой. Тасбақаның басы мынандай болып пісіп кетеді ғой, короче. Сөйтсе тасбақа қарап тұрып, бүгін тағы да далада қонатын. И стюардесса кім десей? Кім? Арыстан. Прикинь, Арыстан. Стюардесса да, короче, көзің елесеш. И самолеттің ең артында, короче, қарғамен, еще қарға, склероз қарға, прикинь. Склероз қарғамен аю шыж-бұж қырылып атыр ғой, короче. Сөйтеді де, короче, қарға қақылдап аюға прикол ұстап, ақақу, общем, дома жерден алып, жерге салады, аю қорбан ет, ештеңке диямайды, короче, сөз өтпейді жаңағы. И Арыстан қарап тұрып, короче, екеуін желкесінен ұстап, короче, лақтырып жерді самолеттен, и самолеттен екеуі ұшып барады да, короче, жаңағы. Тихий океанның үстіне құлайды ғой. Мұхиттың үстіне құлайды, и аю тұрады. Қарға, сен қуасың осы, сен ұша аласың ғой, анау лақтырған дальше бой ұшып кетпедің бе десе. Бәлә, ұмытып кетті деп отыр. Қожа Насыр туралы анекдот қой. Давай. Қожа Насырдың 5 қойы болған ғой. И санай береді екенші 5 қойыншы. Азанда тұрады, санайды. Суға кетіп баратады, санайды. Туалетке кетіп баратады, санайды. Далаға шығып темекі шегейін десе санайды. Обедте санайды. Анау өріске апаратқан кезде санайды. В общем, санай береді екен, кеш батады, санайды. 5 қойын ба? 5 қойын санай береді екен. Тыңдасай. Ұйықтайын деп жатқан ғой, ұйқысы кеп, денесі жыбырлап, жаңағы шаршап жатқан ғой, сөйтіп баласын айтады дейді, балам, барып қойларды санап келші деген ғой. Сөйтсе баласы ағаршы барып келіп, санап папасына айтады дейді, папа, 4-ақ қой қалыпты ғой деген ғой. Сөйтсе анау атып тұрып, қалай, қайда 5 қой еді ғой десе, баласы айтады дейді, 5-шісі қашып санатпай қойды деп айтады. Короче, орыстардың бір Дон Жуан бабник бір жігіт қайтыс болады ғой. И, короче, әйелі өшімді алам дейді ғой, короче, жаңағы енді изменет екен ғой кезінде. Олар кәсіп шалбармен жерлейді, короче. И тыр жалаңа жерлеп тастайды ғой, прикинь. И жақсы көретін бір любовницасы бар екен да. Болсын басынан бастап жөндеп жерлейін дейді, кәсіп шалбар сатып алады да. Жерлейін деп гробты қазады ғой, короче. Ашық баса, ешкім жоқ, прикинь, гробтың ішінде. Ана мужик жоқ. Мужик жоқ, короче. Сөйтсе, мынандай кішкентай бір записка тұрады ғой, короче. Ашып оқып баса, не дейді десе? Ай, молодец, молодец.